Балапандар, келіңдер, мен сендерге ертек айтып берем. Келе қойыңдар. Балалар, ертегі тыңдағыларың келе ма? Онда мен сендерге алтын сақа деген ертегі оқып беремін. Жарай ма? Аха. Алтын сақа, балалар. Бұрынғы заманда бір бай өмір сүріпті. Оның бір перзенті болмапты. Соған зарығып жүр, ақыры дегенде бай бір перзентке жетіпті. Бай бір күні жылқыларын суаруға көлге барғанда, көлдің шетінде қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың жылқылары өкпеден үркіп су ішпей қашады. Бай оларды қанша айдаса да су ішпей жақындау мүмкін болмайды. Сол кезде бай құрықтарын алып, судағы өкпені түртіп көрсе, өкпе суға батып кетеді де көп замай жалмауыз кемпір болып шыға келеді. Құдырлатып жылқыға келеді. Бір қотыр тай балаға қарап тұрады. Бала сол тайды ұстап жүген дейді. Тайдың қотыры жазылып, құнанға айналады. Бала үстіне тоқым салғанда тай дөнен болады. Ер салғанда тай бесті үлкен кәдімгі атқа айналады. Бала атқа мінгенде тұлпар болып көзді ашып, ауылда жақсы, бақытты ғұмырлы өмір кешіпті, балапандар. Қалай, сендерге ертегі ұнады ма? Жақсы ма екен? Түсіндіңдер ма? Жалмауыз кемпір жаман, иә? Ой, молодец, қандай жақсы балапандар.